Амангали Бейсенбаевич, алдағы уақытта ет экспортына мемлекеттік қолдаудың қандай жаңа құралдары енгізіледі? Егерде сырттан бізге өзіміздің азық түлігімізге қауіп төндірілсе, болмайтын болса, сырттан біздің өзіміздің шығып атқан еттің құнынан арзандау сыртқы елді мекендерден демпинг жасаса. Сондықтан өздеріңіз білесіздер, биылғы жылы 32 мың тонна сиыр етін біз экспортталдық, ол былтырғы жылға қараған уақытта 40% жоғары. Мынау көршілес елдерде үлкен сұранысқа ие біздің сапалы етіміз. Сондықтан ішкі нарықта баға көтерілді. Екіншіден ветеринарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін біз осы квота енгізген болатынбыз. Квота деген сөзіміз ол жабу деген сөз емес, шектеу деген сөз емес. Ол кімнің сыртқы елменен контрактысы бар, соған мүмкіндік беру. Ал ешқандай мемлекетте кез келген жерде малды сойып, үйде болсын, убойный площадкаде болсын сойып, экспортқа шығарылмайды. Өйткені әдейі есепті номер болу керек, ол шығып атқан, ол ветеринарлық талаптарға сай болу керек. Соған сәйкес жасалған дүние, қазір оның барлығы дұрыс деп есептейміз. Себебі өздеріңіз көріп жатсыздар, қазір Европада жаздай ящер, блютанг аурулары тіркелді. Айналамыздағы қазір басқа көршілес елдерде де эпизоотиялық жағдай мәз емес. Сондықтан біздің тоқтатқанымыз жөн деп қазір көрсетіп отыр. Екіншіден, біздер өзіміз экспорттық әлеуетімізді арттырып келе жатырмыз. Қазір 42 сыртқы мемлекетке шығаруға рұқсат алдық. Сондықтан осының барлығы бір сатта бір жаңағы дұрыс жасалмаған қимыл біздің жаңағы шығарып атқан өнімдерімізді тоқтатып тастауы мүмкін. Оны өздеріңіз білесіз, мына дүниежүзілік жануарларды қорғау органы бар, сол тексеріп отыр. Күнделікті біздердің мынау цифровой платформа бар, соған қандай ауру, қай мемлекетте тіркеліп отқанын көрсетіп отыратын жағдайы бар. Осы Олжас Абаевичтің қолдауыменен қаражат 400 миллиард сом ақша қаражат бөлініп жатыр. Осы бағдарламаға сәйкес. Сондықтан енді қазір сол программа жұмыс жасағаннан кейін біз осы экспорттың әлеуетін арттыру үшін шара қабылдауымыз керек. Біз қазір мынау 500-ден бастап бордақылау алаңы болу керек, және оның ет соятын комбинаты болу керек деп айттық. Енді оның 500 емес, егерде сіздің өзіңіздің 500 басқа арналған аткорм бордақылау алаңыңыз болатын болса, және соятын месін комбинатын болса, онда соя беруіңізге рұқсат беріп отырмыз. Екінші мәселе, тағы да ветеринарлық қауіпсіздік. Ол егерде сіздің ет соятын комбинатыңыз болса, сол ет соятын комбинат мынау шетелдік мемлекеттерге, шетелді мемлекеттерге өзінің келісім шарты болатын болса, оған ол соған рұқсат беріп жатырмыз. Яғни айтқанда, шаруашылықтар сол месін комбинат арқылы шетелге шығаруға мүмкіндік береді. Жаңағы ет соятын комбинаттардың барлығына рұқсат берейін деп жатырмыз. Сондықтан бұл нағыз кәдімгі мүмкіндік беріп жатырмыз. Жалпы былтыр жарты жылда 2025 жылы біз 13 мың тонна етті экспорттаған болатынбыз. Биылғы жылы 20 мың тоннаға қазір жарты біз квота қойып тұрмыз. Егерде одан артық шығып жатса, онда біз әрмен қарай оны кеңейтеміз.